Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсыдан амансыздар ма? Мен ана заводской маякпен мен жасап жатқан маяктың разницасын айтайын деп түсіріліп жатқан видео бұл. Мына арада 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 маяк заводской бұл енді. 13 қалыңдығы где-то 4 сантиметрдей бар, жар қисық. Осы 13 маякқа 7 қап ротпонт кеткен. Бір қабы 2000 жарымнан плюс темір маягын бір алатын. Енді менің жұмысымды қараңыздар. Менде мына арада 4-еу 8, міне мына қылай. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Осы мына бәрі санамай қойын. Осы бәрі 52 дорожка. 52 дорожкаге мынадай цемент кетті. Мына еще қалды шамалы. Еще ана аяқ қырып отыр. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. 4 қап цемент 2,5-нан 10.000 теңге. Ал егер сіздер заводской маяк құрып ротпонт алсаңыздар, қаншаға аласыздар? Менікі дұрыс па? Жұмысым істеп жатқан или заводской маяк құрып жатқан адамдардың жұмысы дұрыс па? Қайырлы кеш, қалайсыңдар? Мен мана 52 дорожканы есептедім. Примерно ана кісі 13 дорожкаге 7 қап ротпонт жіберген екен. Мен 52 дорожканы санап едім, 28 қап кетеді екен. Просто минимум санағанда, сол кісінің расходымен санағанда менікіде 28 қап кетеді екен ротпонт. Ал мен сол 52 дорожканы 4 қаппен бітірдім. 4 қабың цементтің 2,5-нан 10.000 теңге. Ал енді сіздер есептеңіздер. 28 қап ротпонттың бір қабы 2500-ден 28-ін көбейтіңіздер. Қанша шығады? Менікі арзандау ма? Әлде болмаса жаңағы темір маяк, заводской маяк қой. Сол арзандау ма? Қайсымызға дұрыс? Комментарияға жазып жіберіңіздер.